қоқысты қайта өңдеу арқылы экологияға қандай көмектеріңді тигізіп жатырсыңдар? Негізінде сол қоқыстарды, керек емес қоқыстарды аласыңдар да, оны өңдеген кезде неше түрлі қайықтарды жасауға болады. Сол қайық арқылы мысалға көлге, теңізге шығып, сол көлдің бетіндегі мусорларды, қоқыстарды тазалап жинауға болады. Негізінде біз мектеп директорымен жақын арада жобалар дайындап жатырмыз. Осыған ұқсас экологияға өз көмегімізді тигіземіз деген ойдамын. Қоқысты өңдеу дегенімізді қалай түсінесіз? Күн бізде Талдықорған қаласында әр бұрышта қоқыстарды сұрыптауға арналған қоқыс жәшіктері бар. Сол жәшіктер арқылы біз өзіміздің қоқыстарымызды күнде сұрыптауымыз керек, және де оны болашақта ескере жатсақ, біздің Талдықорғанымыз әрі қарай дамиды деген ойдамын. Күн, заттарды қайта өңдеу туралы не білесіз? Заттарды қайта өңдеу дегеніміз дармарка ұйымдастырып, өзіңнің керек емес заттарыңды басқа адамдардың керек емес заттарымен алмастырып қайта өңдеу. Бізде алдыңғы аптада дармарка ұйымдастырылған, Жетісу өңірінде бұндай іс-шаралар көп және де жиі болып тұрады.